Құрметті достар, баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Менің атым Дархан. Әбден комментарийде қазақша сөйлемейді, қазақша білмейді деп жазған соң бүгін арнайы қазақша шығарылым. Бүгін бізде шоуда қызықты қалалық микроавтомобиль Smart Photo. Қарсы алыңыздар. Менің мақсатым біріншіден сіздерге осы сіздер айтқанда көрмеген, болмаса білмеген, танымаған көліктерді сіздерге таныстыру, көрсету. Сондықтан енді бәріңізде бір сұрақ болған шығар. Осы смартты кім айдайды? Осын не үшін алады? Ол қайдан шыққан? Ішінде не бар? Қалай жүреді деген. Енді осы сұрақтарға бүгін жауап беруге тырысамыз. Соңына дейін көріп, өздеріңіздің комментарийлеріңізді жазып кетіңіздер. Ал енді бастайық. Ал енді кішкене тарихына шолу болса, 1903 жылы Соч компаниясының бастапқы мақсаты электрлік болмаса гибридтік қозғалтқышпен қамтылған кішкентай микроавтомобильді шығару болды. Біріншіден бастапқыда 93 жылы Volkswagen компаниясымен жұмыс істеп көреді, ешнәрсе шықпаған соң Daimler Mercedes-Benz компаниясымен ары қарай жұмысын бастайды. Сонымен 94 жылы Daimler Benz компаниясы мен Soch компаниясы бірігіп микрокомпакт кар компаниясын шығарады. Бірақ көп ұзамай электрлік болмаса гибридтік қозғалтқыш болмаған соң Soch компаниясы бұл біріккен ұйымнан шығып кетеді. Сондықтан бұл көріп тұрғаныңыз Smart Photo, сондықтан осыны Mercedes деп айтады. Бірақ сіздер Daimler Benz компаниясы бұл идеяны ұрлап кетті деп ойламаңыздар. Себебі 1973 жылдан бастап Daimler Chrysler компаниясында осындай кішкентай микрокөлікті шығаруды көздеген. Сондықтан бұл айтқанда дайын уже концепцияға келіп, осындай Smart City көлігі шықты. Көліктің ұзындығы бары болғаны 2,5 метр. Былай кішкентай өзі құшақтап алса да болады екен. Биіктігі болса 1,5 метр, ені болса 1,5 метр. Негізі бұл тек қана осындай кішкентай металдық капсула деп айтса да болады. Себебі мынаның барлығы металл, ал қалғаннан барлығы накладкалардың барлығы пластиктен құралған. Алдыңғы оптикасын айта кететін болсақ, бұл өзінің осындай ауруы бар дейді, білмеймін, енді ауру кетпейді дейді, осындай терлеп тұр деп айтуға бола ма? Сыртынан басқа шынайылық айтатын түгі жоқ. Осындай 4 дөңгелегі бар, кішкентай көлік, қалаға ыңғайлы дейді. Бірақ енді қалада қалай жүреді, немен жүреді, қозғалтқышы қайда деген сұраққа жауап берейік. Қозғалтқышы артында орналасқан. Келіңіздер, енді көрейік. Мында қарасаңыздаршы, енді қозғалтқышын ашу үшін, айтқанда май құю үшін осындай жұмыс сіздерге көрсетейік дедік. Мынау сабвуферді осы жерге қойып қойған екен. Енді соғым туралы приколдар айтпайық та қояйын, бұл соғым сияды, симайды деген. Мында осы бар жоғы сабвуфер тұр, осының астында қозғалтқыш дейді. Енді майды қалай қоясын десем, осылай шешем дейді. Қозғалтқышына жету бір үлкен шаруа болды, шыны керек. Мынау сап, мына жақта алдына шығардық. Міне, бар жоғы осы кішкентай ғана қозғалтқыш. Турбинасын өкінішке орай көрсете алмаймын. Айта кетейін. Қозғалтқыштың көлемі 0,6, бар жоғы 0,6. 0,8 бар, қателеспесем бір көлемдісі де бар. Бірақ бұның барлығы турбо. Турбоның өзін көрсетейін деп едім, ол да алыста екен, аның ішінде ар жағында орналасқан дейді. Басқа шыны керек көрсеттігі жоқ. 3 цилиндрлік қозғалтқыш. Барлық енді беретін толық аттың күші 45 қана. 45 аттың күші ғана бар. Біз қалай жүреміз, қалада көрсетейік, соны көре кетейік. Енді онымен қатар тағы да бір қызықты жай. Brabus компаниясымен бірігіп шығарғанда нұсқасы да бар. Онда айтқанда зарядталған, заряженный дейді ғой, енді айтқанда сондай бір күшті нұсқасының бар беретін аттың күші 95 қана. Трансмиссиясы болса 6 сатылы механика, электрлік сцеплениямен жұмыс істейді. Иесі алдында ауыстырғанмын дейді, ауыстырудың өзі 200 мыңға ма сондайға шыққан екен. Басқа интерьер бойынша не айта кетсек болады? Бар жоғы 2 орындық, бір жаман енді арқасы түсінген бойынша реттелмейді. Мұнда тек қана көрсетіп тұрған 140-қа дейін ғана спидометр көрсетіп тұр. Иесімен сөйлесіп көрген максималды жылдамдықпен жүргені 130 км сағатына жүрген екен. Бірақ оның айту бойынша трассада жүрген кезде егер қарама-қарсы КАМАЗ болмаса үлкен фура жүкті көлік өтсе, бір полосадан екінші полоса лақтырып жібереді дейді. Сондықтан достар, егер мүмкін енді мініп атсаңыз, алып атсаңыздар, трассаға шықпай қойыңыздар. Бұл енді не дегенмен қаланың көлігі, қалаға арналған, осындай біздің Алматының өзінде де қазір қаланың ішіне кірсеңіз, орын таппай қаласың.
Басқа интерьер не айтам енді. Мынау екі тұрған датчик бұл майдың температурасы және турбинаның қысымын көрсетеді. Бұл иесі өзі алып қойған. Басқа еш нәрсе жоқ. Бұл айтқанда микро автомобильге микро шолу болуы мүмкін. Бұл шығарылымыз. Осымен интерьер жайында болды. Білмеймін енді не айтарын. Басқа көліктерде енді болады ғой. Шұқылап анан басасың, мында басасың. Мұнда енді басатын батырма да жоқ. Қараңыздаршы, мына аварийка тұр. Кілт, терезені болды. АБС бар, стабилизация бар. Болды, осы ғана. Мұнда шыны керек кішкене механикасы бір түрлі екен. Былай тормоз басамыз, екі ақ педаль. Былай ауыстырамыз. Бұл және тұрған нейтралка дейді. П деген ешқандай ондай жоқ, енді автомат емес қой. Ручниктен шығардық. Болды. Мұнда бірінші скорость көрсетіп тұр. Алдыға қарай жүре береміз. Артқа жүру үшін артқа береміз, болды. Басқа түк қиын жоқ. Кеттік. Біз қанша енді шолу түсіріп жүрміз ғой. Бірақ енді осы оператормен бірінші жабысып отырғанымызда кәдімгі тиіп отырмыз бір-бірімізге. Өзім енді үлкен емеспін. Енді қараңыздар енді. Көлемі 0.6 турбо деп айттым оның алдында. Енді сіздер қандай бензин жетесіздер ғой. Турбо қозғалғыш болғандықтан мұнда ең енді керек бензин 95, болмаса 98. Иесі тек қана 98 құямын дейді. 100 шақырымға жетіні қала бойынша 5 литр, трасса бойынша 4 литр. Енді бар жоғысы ешкім өткізбейді екен. Мен осыны айтқан маған. Ешкім жолда менсінбейді, өткізбейді деп айтады да. Енді шыны керек ешкімді өткізбейді екен. Бір түрлі ғой жүрген. Бір кішкентай бір ойыншық көлік сияқты шыны керек. Ауыстыр деді ғой бізге. Осылай екен. Но неге аңыра кетті десем, маған ауыстыр деп айтқан және. Скорость өзің үйсе ауыстырасың. Міне қазір үшінші скоростьпен кетіп баратырмыз. Үшінші скоростьпен 40 па сонда? Негізі 2 болу керек. Білмеймін енді. Бірінші айдап кетіп баратырмын. Сондықтан сіздер мен осы бірінші өзімнің айтқанда эмоцияларымды енді көріп тұрсыздар. Ойбай, жай жүру керек екен. Но мен қалай 130 жүрген соны түсінбеймін де. Но мен 30-бен кетіп баратырмын қазір. 30-бен парковканың ішінде жай. Соның өзінде қорқынышты. Так, скорость өссем екен қалай? Жоқ. Мында подсказкада бар екен ғой. Түсір дейді, астыға қарай стрелка шығады. Осы жерден бәрін көрсеңіздер болады. Негізі көп көліктер былай ғой енді, біз автоблогерлер былай. Бір күндік, бір сағаттық, болмаса ары кетсең бір апта айдап қана айтатын өзің ойымыз жеткіземіз. Бірақ енді иесі айтады да, ол бір айда ғана түсіне алмайсың дейді бұл көлікті. Бұл көліктің айтқанда енді қазақша прикол, енді қазақша емес қой, вообще айтқан кезде приколын тек қана осы бір-екі апта айдасаң ғана түсінесің дейді. Негізі қалаға өте ыңғайлы дейді. Мүмкін расында да солай шығар. Кейде болады енді шыны керек өзіміз аламыз ғой неше түрлі үлкен бір Land Cruiser болсын, болмаса бір одан да үлкен көліктерді алсаң, екі есе алып жүрейін. Опа, өткізсеш. Бірақ бір ұнағаны посадкасы жоғары, кішкене биік отырасың. Орындығы да негізі ыңғайлы екен. Педальді кішкене жақын орналасқан екен де мен етікпен отырмын ыңғайсыз екен. Кетіп барасыңыз, елдердің бәрі қарайды. Енді осындай микрокөлікке, микрошолу шықты. Сіздерге енді бәрін жеткізе алдым ба, білмеймін, өздеріңіз жазып кетіңіздер. Бірақ енді шыны керек айтсам бар ғой, осындай көлікті не үшін алатынын өзім де түсіне алмадым. Бір айдап көрдім, қарап көрдім, толықтай тарихында зерттеп көрдім, бірақ шыны керек түсінбедім. Енді қалаға ыңғайлы дейді, сондықтан енді мүмкін қыз балаларға, жас балаларға шынымен де осындай көлікпен жүрген ыңғайлы шығар. Біздің кең байтақ Қазақстанда Еуропаға шығарылған көлікті түсіну қиын. Егер бірақ мүмкін сіздер алам десеңіздер, бағасы жағынан түсінген бойынша 1,5-2 миллионға тапса болады. Бірақ енді өздеріңіз білесіздер ғой, бұндай көлік бізде сату өте қиын. Айтқан кезде неликвидный көлік. Сондықтан егер сіздерде де осындай бір көлігіңізді сата алмай жатсаңыздар, бізде осы Майкарда бір күнде дилерге өткізіп жіберсеңіздер де болады. Диагностикасы тегін, MyCar.kz сайтына өтіп, өзіңіз осы машинаны сатуға онлайн заявканы қалдырып кетсеңіздер болады. Толық ақпарат MyCar.kz-те жазылыңыздар, тіркеліңіздер. Бәрілеріңізге рахмет, сіздермен болған мен Дархан. Егер қазақшам дұрыс болмаса ренжімеңіздер. Енді бастап келе жатырмыз. Көргендеріңізге рахмет.